Қазан кебап тағамы мен гүлханым тағамын екеуін бірге әзірлеуге болады екен. Ол қалай десеңіздер, видеоны соңына дейін қарай отырыңыздар. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен гүлханымның қамырын дайындап қоямыз. 1 шай қасық тұзға 200 мл жылы суымызды құйып, 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып жіберіп, үстіне ұн себу арқылы қамыр илеп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп жіберген жақсы, сонда қамырымыз өте жақсы болады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жарты сағат көлемінде тындырып қоятын боламыз. Арасында бірнеше рет басып жібереміз. Ендігі кезекте картоптарымызды дайындаймыз. Ашып, картопымыз үлкендеу болса, ортасынан бөліп, осылай дайындап аламыз. Картоптарға кішкене тұз, қара бұрыш және де 1 шай қасықтай паприка қосып, кішкене жарты сағат көлемінде маринадтап қоямыз. 1 ас қасық сұйық майда қосамыз. Осылай барлық картопты жақсылап араластырып алғаннан кейін еттің жұмсақ жерін осылай үлкен-үлкен етіп турап дайындап аламыз. Етіңіз мол болғаны жақсы, сонда тағам да дәмдірек болады. Оған қара бұрыш және паприка қосып, кішкене маринадтап алдым. Егер етіңіз тұздалмаған болса, тұз қоссаңыз болады. Және де менде бұл жерде жылқы еті, жылқының жаңағы іш майын қуыру барысында пайдаланатын боламын. Ендігі кезекте гүлханымның жаңағы ішіне салатын салмасын дайындай беретін боламыз. Ол үшін жаңағы 1 пияз және жарты сәбіз қосамыз. 1 сәбізді толық қосуға да болады, қамырдың мөлшеріне қарай пайдаланасыздар. Қамырымызды арасында бір басып қойдық. Енді кезекте жаңағы дайындап қойған картоптарымызды майда қуыратын боламыз. Қызып тұрған майымызда. Осылай сәл қызарып, әдемі түске енгеннен кейін ала беруге болады. Іші пісу міндетті емес, себебі әлі де біз оны қазанда бұқтыратын боламыз. Осылайша барлық картоптарымызды қуырып алатын боламыз. Ендігі кезекте сол майымызға, жаңағы майға еттерді қуырамыз. Еттің де пісуі міндетті емес, тек сырты жаңағы майға қуырылса жеткілікті. Осылай сыртына әдемілеп қуырып алғаннан кейін етімізді де алып ыдысқа салып аламыз, бөлек ыдысқа. Осылайша барлық еттерді қуырып алатын боламыз. Міне бізде барлығы дайын болды. Ендігі кезекте жаңағы қалған майымызға кішкене жаңағы дайындап алған іш майды салып, немесе құйрық май қосуға болады. Осылай кішкене аунатып қуырып алғаннан кейін етімізді салып қуырамыз, оның бетіне картоптарды қойып шығамыз.
Ендігі кезекте 2 стакан мөлшерінде су құямыз. Немесе сіздер аз мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 1 стакан суда жеткілікті. Су қайнағаннан кейін жаңағы отымызды баяулатып қойып, 1 сағаттай бұқтыратын боламыз. Енді Гүл ханымның қамырын жаятын боламыз. Қамырымыз осылай әйбат болып тынып тұр. Жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып алғаннан кейін салмасына кішкене тұз, қара бұрыш сеуіп, және де сұйық май қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Ендігі кезекте қамырымызды осындай мөлшерде ұзыншақ етіп кесіп алып, ортасына жаңағы салмамызды саламыз да, видеода көрсетілгендей әдемі етіп орап, Гүл ханымдарымызды дайындайтын боламыз. Қатты мұжып тығыздап орамаймыз. Тек осылай ақырын ғана оралса жеткілікті. Осындай әдемі Гүл ханымдарымыз дайын болады. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін манты пісіретін ыдыста, мантываркада пісіретін боламыз. 35-40 минут піссе жеткілікті. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Татымына қарай тұз, бұрыш сеуіп, дәмін көріп аламыз. Сәндеу өз қалауларыңызша жүргізіледі. Осындай көк пиязбен әдемілеуге болады. Өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.